Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен печеньенің рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде видеоны қарап, рецепті сақтап алып, жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз. Үстіне қамыр қопсытқыш саламыз. Және де салқын маргарин саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Шекерімізді саламыз. Дәміне қарай аз ғана тұз саламыз. Және де 1 ас қасық бал саламыз. Содан соң венчиктің көмегімен не болмаса миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз біркелкі түске енгенше жақсылап араластыруымыз қажет. Дайын болған массамызды жаңағы ұнымыздың үстіне қосамыз. Енді қасықпен не болмаса лопаткамен жақсылап біріктіріп аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осылай жұмсақ болу қажет. Дайын болған қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен осылай форма шығарамыз. Менде жер жаңғақты оқтаудың көмегімен не болмаса блендермен ұнтақтатып, печеньенің бетіне сеуіп шықсаңыздар болады. Жалпы жер жаңғақты себу міндетті емес, бірақ бұл печеньеге ерекше дәм беріп тұрады. Содан соң алдын ала қызып тұрған печкіде 170 градуста 20 минут пісіреміз. Біздің печеньелеріміз дайын болды. Өте нәзік, жұмсақ, дәмі де керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әсел, баршаларыңызға рахмет достар.